Сен білесің, бұл өмірге жалғыз келіп жалғыз кететініңді. Демек өмірде де өзіңнің жалғыз ғана орның бар. Сені жаратқанда тәніңе жан бітіруден басқа саған өте бағалы, өте құдіретті құнды дүниені қоса берген. Ол сенің асыл уақытың. Уақыт несімен құдіретті, несімен асыл. Уақыт деген не өзі? Ең алдымен уақыт деген сенің туылған кезіңнен дүниеден өткенге дейінгі мерзімің. Осы аралықта сенің бүткіл бастан кешірген қуаныш, қайғы, қасіретің және өзіңді бақытты сезінген кездерің. Әркімге уақыт әртүрлі бағалы. Уақыттың бағалылығы сондай, ол баға жетпес байлық. Сен уақытыңды білімге жұмсасаң, өзіңнің өсуіңе үлес қосасың. Уақытыңды отбасыңа сыйласаң, отбасылық бақытқа кенелесің. Егер адам баласы орта есеппен 72 жыл ғұмыр сүрсе, мысал ретінде қарап көрсек, сенің жасың қазір 25-те болса, келешекте ешқандай апатқа ұшырамай тірі жүрсең, сен тағы 47 жыл өмір сүре аласың. Ал сен білесің бе, 47 жылда қанша күн бар екен? 17.155 күн. Сонда бар жоғы 411.720 сағатың бар. Керек десең өмір сүретін сағатың миллиард түгіл миллионның жартысына да жетпейді. Бар жоғы 411.720 сағат. Бұның ішінде сенің 8 сағат ұйқың, 8 сағат жұмысың әлде оқуың, 1 сағаттай жұмысқа немесе оқуға қатынайтын, 2 сағаттай дүкендерге немесе керек жарақтарыңды алуға және 2 сағаттай күнделікті тамақтануға кеткен уақытың бар. Ал енді осыларды алып тастасақ, сенің күніне 3 сағаттай ғана бос уақытың қалады екен. Ал қалған 47 жылдық ғұмырыңда өзіңнің жеке дамуыңа деген бар жоғы 51.465 бос сағатың бар. Ал сенің жасың 25-тен үлкен болса, сенде бұдан да аз уақыт қалды деген сөз. Міне бүгін де сол сағатыңның есебінен белгілі уақытыңды өткізген шығарсың. Демек сенің уақытың одан сайын азайып бара жатыр. Уақытыңның бағалылығы, сен оны ақша сияқты сейфіңе салып сақтай алмайсың. Уақытты ұстап қалу сенің құзырыңда емес. Сен уақытыңды жұмсасаң да, жұмсамасаң да, ол біртіндеп азая береді деген сөз. Енді ойланшы, осы өтіп жатқан бағалы уақытыңды алға қойған мақсатың жолында қолданып жатырсың ба? Әлде өмірде еш мақсатсыз аз ғана уақытыңды босқа, бей-берекетке жұмсап, уақытыңа деген билігіңді жоғалтып, өмірде уақытын бағалайтын биік мақсаты бар адамның мақсатына жету жолындағы құлына айналып бара жатқан жоқсың ба?